Қымбатты оқушылар, бұл сабақта біз хемосинтез, фотосинтез үдерістерін анықтаймыз. Хемосинтез және фотосинтез үдерістерінің негізгі ерекшеліктерін салыстырамыз. Экрандағы суретке назар аударайық. Бұл қандай үдеріс? Ол туралы не білетінімізді еске түсірейікші. Ендеше, фотосинтез органикалық затты синтездеудің жалғыз-ақ жолы емес. Органикалық затты синтездеудің басқа да жолдары бар. Ол бактериалды фотосинтез бен хемосинтез. Кейбір бактериялар мен балдырлар түрлерінде күн сәулесінің энергиясымен көмірқышқыл газынан органикалық заттар синтезделеді. Барлық тірі ағзалар энергия алу жолында күн сәулесі энергиясының ыдырауын, фотосинтезді немесе биорганикалық заттардың химиялық энергиясын, хемосинтезді пайдаланады. Сонымен, фотосинтез күн энергиясына қатысуымен көмірқышқыл газы мен судың оттегімен көмірсуларға айналу үдерісі. Түзілген көмірсулар қорек ретінде қолданылады да, ал оттегі атмосфераға бөлінеді. Оны мына экрандағы фотосинтез үдерісінен анық көруге болады. Қымбатты оқушылар, сіздер фотосинтездің екі сатыда жүретінін білесіздер. Фотосинтездің жарықта жүретін және қараңғыда жүретін фазалары қандай өзгерістерге ұшырайтынын қарастырайық. Жарық сатысы тек күндіз жарықта жүреді. Күн жарығының энергиясы АТФ байланыстарының химиялық энергиясына өзгереді. Яғни, энергетикалық процестер тікелей жарық фазасында жүреді. Қараңғы сатысы кезінде жарық сатысында түзілген химиялық реакциялар өнімдері қажет. Бұл саты қараңғыда да, жарықта да жүре береді. Атмосферадағы көмірқышқыл газы және жарық сатысынан түзілетін сутегі қосылысы нәтижесінде глюкоза молекуласының синтезі жүреді. АТФ энергиясы жұмсалады. Біз осыған дейін фотосинтез туралы алған ақпараттардан оның жалпы табиғаттағы маңызы ерекше екенін білеміз. Олай болса, фотосинтез неге маңызды? Нақтылап көрейікші. Бұл процесс әлемдегі ең маңызды химиялық реакциялардың бірі болып табылады. Оның себебі, біріншіден, фотосинтез ғаламшарда барлық жануарлар мен адамдарды қоса өсімдіктерді береді. Екіншіден, фотосинтездің нәтижесінде тыныс алу үшін қажетті оттегі атмосфераға шығарылады. Барлық тірі ағзалар оттегімен тыныс алады және көмірқышқыл газын шығарады. Бақытымызға орай, өсімдіктер керісінше, сондықтан олар адам мен жануарлар үшін өте маңызды. Өйткені олар дем алуға, яғни оттегімен тыныс алуға мүмкіндік береді. Сонымен, фотосинтездің маңызы ағзалардың тыныс алуына және қорғаушы озон экранын қалыптастыруға қажетті оттегі пайда болады. Бастапқы органикалық заттар өндірісі барлық тіршілік иелері үшін қорек болады. Атмосферадағы көмірқышқыл газын азайтады. Фотосинтез үдерісінің маңыздылығы туралы қосымша ақпаратты төмендегі экранда берілген сілтеме арқылы алуға болады. Енді хемосинтез үдерісіне тоқталайық. Табиғатта фотосинтезбен қатар хемосинтез үдерісте жүреді. Хемосинтез сөзі грек тілінен тізбек деп аударылады. Биологиядағы хемосинтез процесі бірегей құбылыс болып есептеледі. Себебі бұл органикалық емес қосылыстардың тотығу арқасында көмірқышқыл газын игеруге негізделген бактериялардың ерекше түрі. Назар аударыңыздар. Хемосинтез жұмыс барысында бактериялар бейағзалы заттарды тотықтырып, сонымен бірге энергия бөлетін, энергия есебінен атмосфераның көмірқышқыл газын көміртек көзі ретінде пайдаланып, меншікті ағзалық заттарды синтездейтін үдеріс. Хемосинтетиктер гетеротрофтарға ұқсас. Гетеротрофтар да жарық энергиясын пайдаланатын өсімдіктерден өзгеше. Хемосинтетиктер тәрізді химиялық байланыстар энергиясын тұтынады. Сонымен бірге, олар жануарлардан ерекше нәруыздар, майлар және көмірсулардағы көміртекті пайдаланбай, атмосфера көміртегін қолданып, ағзалық заттар түзеді. Яғни, хемотрофты бактериялардың тағамы қызметін биорганикалық заттар атқарады. Мұндай заттар оттегіне қосылған кезде хемотрофты бактериялар АТФ энергиясына және басқа ағзалық заттарға өзгертетін энергия бөлінеді. Өйткені хемотрофты ағзалар негізінде тотығатын биағзалық заттарды жер қыртысынан алады. Сол себепті оларды
литотрофтар деп те атайды. Хемосинтездің ашылу тарихына келсек, бактериялардың хемосинтезі биологиялық құбылыс ретінде 1887 жылы орыс биологы Виноградский ашты. Ғалым кейбір бактериялардың химиялық энергияны пайдалана отырып көмірсуларды шығару қабілетін дәлелдеді. Оларға арнайы хемосинтезитін бактериялар бөлінді. Олардың ішінде ең маңыздысы күкірт бактериялар, темір бактериялар және нитрификациялайтын бактериялар болып табылады. Осы күнгі эволюциялық тұрғыдан қарағанда, хемосинтез фотосинтезге дейін пайда болған көмірқышқыл газын ассимиляциялау жолы деп есептеледі. Хемосинтездегіш бактериялардың басым көпшілігі биорганикалық ортада тіршілік етеді. Кейбір бактериялар қарапайым органикалық қосылыстарды, метан, метил спиртті сутек көзі ретінде пайдаланып, сол ортада тіршілік етеді. Хемосинтез үдерісін хемотрофты бактериялар жүзеге асырады. Мысалы, азот, темір, күкірт. Келесі қарастыратынымыз хемосинтез дейтін бактериялардың түрі нитрофикациялық бактериялар. Хемосинтезді бактериялар ішінде әсіресе үлкен маңызы бар нитрофикациялық бактериялар. Біз топырақта үнемі өсімдіктердің, жануарлардың және микроорганизмдердің қалдықтары кездесетінін көреміз. Олардың құрамындағы белокты заттардың ыдырауы нәтижесінде аммиак бөлінеді. Сондай-ақ аммиак топырақтағы қара шірік гумус ыдырау барысында түзіледі де, ондағы бактериялардың әсерінен азот қышқылына дейін тотығады. Бұл процесті жүзеге асырушы нитрофикациялық бактериялар. Нитрофикация нағыз физиологиялық, микробиологиялық процесс қатарына жатады десек те болады. Жоғарыда айтылғандай, нитрофикациялайтын бактериялар органикалық қалдықтардың ыдырауы кезінде пайда болған аммиакты алдымен азотқа, содан кейін азот қышқылына дейін тотықтыра алады. Топырақтың минералды қосылыстарымен әрекеттесіп, азот қышқылы өсімдіктер жақсы сіңіретін нитраттар түзеді. Нитрофикациялағыш бактериялардың хемосинтез процесінде алатын орны ерекше. Аммиактың нитратқа дейін тотығуы екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде аммиак нитритке дейін тотығып 653,5 килоджойл қуат бөлінеді. Ал екінші кезеңде нитрит нитратқа дейін тотығады. Түзілген қуаттың 6-7% көмірқышқыл газының тотықсызданып, көмірсулардың түзілуіне жұмсалады. Дегенмен, нитрофикациялағыш бактериялардың жалпы қуат бөлу деңгейі күкіртті бактериялар қарағанда 2 есе төмен. Енді темір бактерияларға тоқталайық. Темірдің органикалық қосылыстарын микроорганизмдер ыдырата алады. Сонда молекуланың органикалық бөлігін микроорганизмдер өз қажетіне жаратса, темір жеке күйінде ортаға бөлініп шығады. Бұл процесс көбінесе аэробты жағдайда темірдің гидрид тотығы түрінде бөлінеді. 1888 жылы Виноградский лептотрикс туысына жататын бактериялар темірдің шала тотығының тұзын оның жай тотығына айналдыра алатынын анықтаған. Бұл процесс бактерияларға қажетті энергия көзі болып есептеледі. Кейде осындай гидрат тотықтар көп жиналып, су ағатын құбырды бітеп қалатын жағдайда болады. Темір бактерияларының ішінде шар тәрізді, таяқша тәрізді және жіпше тәрізділерде кездеседі. Сонымен, темір бактериялары 2 валентті темірді 3 валентті темірге дейін тотықтырып, темір кендерінің қалыптасуын қамтамасыз етеді. Оны экранда жазылған реакциядан байқауға болады. Нәтижесінде қуат бөлінеді, яғни сульфидті минералдарды ыдырата алады. Хемосинтез дейтін бактериялардың тағы бір түрі күкірт бактериялар деп жоғарыда айтылды. Күкірт бактериялары күкірт қышқылын түзіп, тау жыныстарының бұзылуына және жарылуына әкеледі. Тас және металл конструкцияларын қиратады. Күкірттің кен орындарын түзеді, сарқынды суларды тазартады. Микроорганизмдердің хемосинтез арқылы қоректенуіне көптеген күкіртті бактериялар жатады. Олар әртүрлі күкіртті қосылыстармен қатар таза күкіртті де тотықтыра алады. Күкіртті бактериялар 2 топқа бөлінеді. Жіпше тәрізді көп клеткалы бактериялар күкіртті өз бойына жинақтайды. Олар күкіртті сутек қоры азайғанда таза күкіртті тотықтырып, қуат көзіне айналдырады. Енді хемосинтездің маңызына тоқталайық. Хемосинтездің барлық тіршілік иелері үшін рөлі өте зор. Өйткені олар табиғи элементтердің ең маңызды күкірт, азот, темір
және басқа заттардың айналымы болып табылады. Хемосинтез аммиак және сутегі сияқты улы заттарды қайта өңдеуде табиғи метаболизаторлары ретінде де маңызды. Топырақты нитриттермен және нитраттармен байытатын азотты бактериялардың пайдасы өте зор. Олар өсімдіктерді азотпен қоректендіреді. Ағынды суларды тазарту үшін кейбір хемосинтетиктер қолданылады. Хемосинтез пайдалы қазбалар кен орындарын қалыптастырады. Күкірт бактериялары шығаратын күкірт қышқылының әсерінен тау жыныстарын, тасты және металл құрылымдарын бұзып, шөгіндіге айналдырады. Сонымен, хемосинтез бен фотосинтездің айырмашылығы неде екен? Экрандағы берілген кестеде хемосинтез бен фотосинтездің басты ерекшеліктерін көруге болады. Ендеше салыстырып көрейік. Белгілері. Бірінші, анықтамасы. Фотосинтезде күн энергиясының әсерінен биорганикалық заттардың органикалық заттарға синтезделуі. Хемосинтез бактериялардың биорганикалық қосылыстарды тотықтыру есебінен көмірқышқыл газды сіңіруге негізделген қоректену типі. Екінші, органикалық заттарды түзеді. Фотосинтезде жасыл өсімдіктер. Хемосинтезде бактериялар, хемосинтетиктер, яғни күкірт, азот, темір. Үшінші, бастапқы өнімі. Фотосинтезде көмірқышқыл газы, ал хемосинтезде күкірт, азот, темір оксиді. Төртінші, соңғы өнімі. Фотосинтезде оттегі, хемосинтезде көмірсулар мен жанама өнімдер. Бесінші, энергия. Фотосинтез күн энергиясы, хемосинтезде биорганикалық заттардың тотығуынан алынатын энергия. Оқушылар, біз сабақтың теориялық бөлімін аяқтадық. Енді сабақтың мақсатына жетуге бағытталған практикалық тапсырма орындайық. Тапсырманы орындау үшін экранда берілген кестеге бірнеше рет оралып, оқулық материалдарына жүгіну керек. Бұл бүгінгі сабақ тақырыбын терең түсінуге ықпал етеді. Тапсырманы орындау үшін хемосинтез бен фотосинтездің айырмашылығын анықтап, кестедегі сәйкес бағандарға қосу белгісін қою қажет. Мысалы, бірінші белгі органикалық заттарды биорганикалық заттардан синтездейді. Қайсысының белгісі? Әрине, хемосинтез. Кестеге хемосинтезге қосу таңбасын қоямыз. Әрі қарай тапсырманы осы ретпен жалғастырып орындаңыздар. Тапсырманы орындап болса, өздеріңізді тексеріңіздер. Берілген жауаптардың қаншалықты дұрыс екенін салыстырайық. Ұсынылған дескриптор арқылы өз жетістіктеріңіздің сапасын бағалаңыздар. Егер тапсырманы орындау барысында кедергілер мен қателер кездессе, ол қателіктерді неліктен жібергеніңізді және өз нәтижеңізді қалай жақсартуға болатындығын ойланыңыз. Сонымен, белгілері. Органикалық заттарды биорганикалық заттардан синтездейді. Хемосинтез. Жарық энергиясын пайдаланады. Фотосинтез. Биосфераны энергиямен қамтамасыз ету негізі. Хемосинтезде, фотосинтезде. Бактерияларға тән хемосинтез, өсімдіктерге тән фотосинтез. Шіріту және ауру тудыратын бактерияларға тән хемосинтезде де жоқ, фотосинтезде де жоқ. Осымен біз бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Хемосинтез және фотосинтез үдерістерін салыстыру тақырыбы бойынша қосымша ақпараттарды экранда ұсынылған ресурстардан алуға болады. Бұл 10-шы сынып оқушыларына арналған биология оқулығы, сондай-ақ осы тақырып бойынша интернет ресурстар.